Қармақшы ауданы халқының 78% табиғи газбен қамтамасыз етілді. Биыл Иркөл мен Төребай би ауылдарын газ желісіне қосу жоспарлануда. Қармақшы ауданы Төретам және Ақа елді мекенін газбен қамтамасыз ету жұмыстарына 2,2 миллиард теңге қаржы бөлінген. Жосалы кентінде жаңадан ашылған Тәуелсіздік ықшам ауданының үйлеріне газ желілерін тарту құрылысы аяқталып, тұрғындар бүгінде табиғи газдың пайдасын көріп отыр. Дөроңғар ауылына дейінгі және ауылішілік газ желісінің құрылысының басталуына облыстық бюджеттен 1 миллиард 721 миллион теңге қаржы бөлініп, құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Жобаның жалпы құны 7 миллиард 172 миллион теңге. Дөроңғар ауылына газ жеткізіліп, іске асқанда аудан тұрғындан табиғи газбен қамту үлесі 82%-ға жетпек. Сонымен қатар Жаңажол ауылдық округінің аумағындағы басқа 9 елді мекенге газ жеткізіп, аудан тұрғындарының 99%-ын газбен қамту мүмкіндігі болмақ. Басқа елді мекендерді газдандыру үшін Иркөл және Төребай би дейінгі және ауыл ішілік газ желісінің жобасын әзірлеуге аудандық бюджеттен 39,3 миллион теңге қаржы қаралып, жоба сметалық құжаттар әзірленді. Биыл бұл аймақтар толық газ желісіне қосылады дейді аудан әкімі. Енді кезекте Жосалы кентінде жаңадан ашылған Тәуелсіздік ықшам ауданының үйлерінің газ желісімен қамтамасыз ету бағытында республика бюджетінен 743,8 миллион теңге қаражат бөлініп, қазіргі таңда бұл қаражат толығымен игеріліп, Тәуелсіздік ықшам ауданының тұрғындары толығымен газбен қамтамасыз етіп отыр. Атқарылған жұмыстың нәтижесінде бүгінгі күні ауданның халқысы 78%-ға табиғи газбен қамтамасыз етіліп отыр. Ендігі кезекте Дөроңғар ауылдық округына Жосалы кентінен газ жүйесін тартып және де Дөроңғар ауылдық округінің ішіндегі газ жүйесін тарту жұмыстарына жобаға сәйкес 7 миллиард 172 миллион теңге қаражат қажет етеді. Соған аймақ басшысының қолдауымен 2024 жылы 1 миллиард 721 миллион теңге қаражат бөлініп, қазіргі таңда жұмыстары қарқынды жүргізілуде.